Қазақ күресімен айналысқаныма 15 жылда уақыт болды. Оның алдында дзюдо, самбо күресімен айналысып жүрдік. Қазақ күресінде енді жалпы 20 жылдай болып қалды осы спорт түрімен айналысып жатқанымызға. Қазақ күресі өзінің біліктілігімен ұнайды, өзінің айла тәсілдерімен ұнайды. Тік тұрып күресесін, және де өзінің тазалығы бар, өте керемет. Аллаға шүкір, өзіміздің ұлттық күрес болғаннан кейін қазақ күресінің осылай күресіп жүрген бізге ұнайды. Настрой өте жақсы. Құдай қаласа өз жерімізде өтіп жатқан соны алтын аламыз деген үміттеміз, намысты қолдан білеміз, Құдай қаласа. Осы жарысқа қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Өйткені бұл жарысқа өтудің өзі қиын. Өйткені Қазақстан құрама командасының атынан шыққаннан кейін барлық ауыртпашылық, барлық жауапкершілік бәрімізге болғаннан кейін енді дайындықта да Аллаға шүкір жақсы нәтиже көрсетеміз деген ойдамыз. Қазіргі федерацияның құрылуына байланысты қазақ күресіміздің деңгейі өте жақсы, жоғары деңгейде өтіп отыр. Ақырғы ел чемпионаттарында өте мықты бәсекелер болды бір-бірімен. Теке тірес дейді ғой. Өте мықты. Осының алдында чемпионаттар ондай мықты деңгейде болды деп айта алмаймын. Өзімнен Алла қаласа чемпион болуға күтем, Алла қаласа. Өйткені намысты қолдан бермеу керек. Бүкіл Қазақстан, бүкіл үйдегі ата-аналарымыз барлығы сенім артқаннан кейін, өзімнің де шәкірттерім бар, дайындап жатқан. Барлық ел қарағаннан кейін өзімнен Алла қаласа жеңімпазды күтем, Алла қаласа.